Ақша ұйқыбас адамдарға келмейді, родной. Ақша келе ма? Келмейді, родной, ұйқыбас адамдарға. Ақша кімдерге келеді? Әрине, әрекет жасап жүрген. Бізге ұзындығы мен ені бойынша 1,1 метрлік мата қажет болады. Және сол матамызды былай екіге бүктеп, ортасы бойынша қайшымен қиып аламыз. Екіге бөліп алдық. Дәл қазір біздер московский шов түсіретін боламыз, немесе сіздерде оверлок болса, оверлокпен тігіп алсаңыздар да болады. Ең бірінші біздер былай қайырып аламыз. Осы бойынша толығымен тігіп шығамыз бірінші. Біздерді қайтарып тігіп алдық. Енді екінші қайтарып тігіп аламыз. Егерде тіккен кезде мындай артық жерлер болатса, қиып алып, аударып екінші тіксеңіздер болады. Сол кезде мынау ішінде қалың болып тұрмайды. Келесі осы материалдарды дайындап алдым. Жаңағы шоп немесе атлас матасынан аласыздар. Ұзындығы бойынша 22, ені бойынша 7 сантиметр. Ал бұл матамызды мен трикотаж матасынан алдым. Қыбы матасынан. Ұзындығы бойынша 30, ені бойынша 14 сантиметр. Кішкентай маталарымызды оң бетімен тігеміз, яғни теріс беті іште қалады. Ал үлкен қыбы матамызды теріс бетімен, яғни оң беті ішінде қалады. Кейін оң қаратып ала аламыз. Матамызды тіккен кезде барлық шетін тегістеп, видеода да көрсетілгендей етіп, шетін тігіп аламыз, орта жағын ашық қалдырамыз, тікпейміз. Бір көрсетіп өте салайын, неге ұзындығы бойынша толық тігетін боламыз. Бір жағы ені ашық, бір жағы жабық. Тура сол екінші жағы бері беті ашық, екінші жері жабық етіп тігеміз. Мына тігілген маталарымызды бір үтіктеп алдым. Енді осыны былай реттестіріп, үстен бір тігіп өтетін боламыз. Тігіп алдық. Төбе жағын қиғаштап, былай дөңестеу етіп қырық боламыз. Мұндай қылып бір шетін тегістейміз. Дәл қазір осылай екінші шетінде тегістеп өтеміз. Кезекте енді мына тегістеп алдық екі жағында. Енді осы беттерін мынаны жалғайтын боламыз. Ол үшін былай бүсеп тігіп аламыз. Мына бетінде тура солай ашық жағын былай қойып, оң бетін біріктіре отырып, теріс бетін тігіп аламыз. Жаңағы матамыз үшбұрыш тығып тіккен. Және де міне жаңағы біздің тіккен маталарымыз енді тура осы матамен мына матаның ортасын тауып алып, бір-біріне оң бетіне қарата отырып, солай қадап аламыз. Мына бұрышына дейін және де мына бұрышына дейін астындағы мата мен үстіндегі матаны біріктіріп тігетін боламыз. Біздің орамалымыз дайын болды.